Ауылдың қарапайым баласы Джек кішкентайынан алыптардан қатты қорқатын. Тіпті олар туралы ертегі кітабы да бар еді. Аңызға сенсек, баяғыда монахтар бір дән егіп, одан үлкен алып сабақ өсіп шығады. Монахтар әлгі сабақпен жоғарыға өрмелеп шықса, төбеде оларды ашулы құбыжықтар күтіп тұрған екен. Олар төмен түсіп, бейшара адамдарды тонап жеп қоя бастайды. Бірақ қу монахтар бір алыптың жүрегін ойып алады да, сиқырдың күшімен одан қасиетті тәж құйып шығарады. Осы тәждің арқасында сол кездегі патша Эрик алыптарды басқарып, оларды өздерінің жоғарғы қабатына кері қуып жібереді. Сабақтарды шауып тастайды, патшаны жерлейді, онымен қоса тәжді де 2-3 бұршақты да бірге көмеді. Содан бері алыптар қайтадан төмен түсіп, мына кішкентай адамдардан кек алуды армандап жүреді. Қазіргі таңда жұрттың бәрі бұны жай ғана аңыз, балаларға арналған ертегі деп ойлайды. Патшайым да өз қызы Изабельге дәл осы ертегіні оқып берген еді. Содан бері 10 жыл өтті. Джектің әкесі о дүниелік болып, көкесі оны қалаға арба мен атты сатып кел деп жұмсайды. Қалаға келген Джек ең бірінші жергілікті ергежейлілер театрына бас сұғады. Сол жерде бір сүйкімді қызға көзі түседі. Тек оның ғана емес, жергілікті көше безген бұзақылар да қызға тиісе бастайды. Джек қызға болсам деп, сол жерде тұмсығынан оңбай таяқ жейді. Бүйрегінен де жеуі мүмкін еді, бірақ бағына орай театрға патша гвардиясы келіп қалады. Сөйтсе бұл жай қыз емес, ханшайым Изабельдің өзі екен. Оны қайтадан сарайға алып кетеді. Ал біздің аңқау Джек арбасын ұрлатып алғанын байқайды. Лорд Родерик патшаның кеңесшісі, әрі Изабельдің қолын сұрап жүрген басты үміткер. Оның көзіне бір күдікті монах түседі. Сөйтсек, бұл тақырбас монах Родерикті тонап кеткен екен. Ал кеңесшінің өзі бұған дейін Эрик патшаның мазарын тонап, тәжін ұрлап алған. Монах тұзаққа түскенін түсінеді. Абырой болғанда, оның алдынан бағанағы ауылдың аңқау баласы шыға келеді. Ол Джекті атын бір уыс бұршаққа айырбастауға көндіреді. Джек ақылы тасып тұрған мола ғой, бұған бірден келісе кетеді. Монах ең бастысы бұларды суға тигізбе деп ақ боз атқа мініп шаба жөнеледі. Бірақ шпион қаладан бәрібір қашып құтыла алмайды. Оны күзетшілер ұстап алады. Ал көкесі болса, үйіне қандай миғұланы кіргізгеніне іші күйіп, шашын жылады. Арба мен аттың орнына бір уыс бұршақ әкелгені несі? Ашуланған көкесі бұршақтарды жерге шашып жібереді де, оның біреуі еденнің қуысына түсіп кетеді. Бұл кезде патша да өз қызының миын жеп жатыр еді. Қыз өзінен 2 есе үлкен шал Родерикке тұрмысқа шығудан бас тартады. Оның үстіне оған сарайдан шығуға қатаң тыйым салынған. Сол түні қыз әкесінің бұйрығын бұзып, қалпағын баса киіп, нөсерлетіп тұрған жаңбырда сарайдан тайып тұрады. Монақты күні бойы қинаса да, ол сиқырлы бұршақтарды қайда тыққанын айтпай қояды. Сол кезде Родерик куәгерді жай ғана бауыздай салады. Ал ханшайым серуендеуге қолайсыз уақыт таңдағанын тым кеш түсінеді. Ол жақын маңдағы үйдің есігін қағады. Бағына орай, ол жерде күндізгідей бұзақылар емес, біздің момын Джек тұратын. Қыз өзін жақсы жасырындың деп ойлағанмен, Джек үйіне патшаның қызы келгенін бірден таниды. Осы кезде жауған жаңбырдың суы әлгі еден астындағы бұршаққа тиіп үлгереді. Бірдеңе бүлінгенін бірінші болып мысық сезеді. Көзді ашып жұмғанша, аспанға қарай, дәл баяғы бала кездеріндегі ертегілердегідей алып сабақ атылып шығады. Ханшайым осы қораның ішінде қамалып, сабақ оны ең төбеге қарай ала жөнеледі. Джек балтасын алып оны құтқармақ болады, бірақ сабақпен сырғанап жерге құлап түседі. Көзін ашса, айналасында патшаның гвардиясы мен патшаның өзі тұр. Ол мұна ГМО қосылған мутант сабақтың оның үйі мен ханшайымды аспанға алып кеткенін айтып береді. Серілерге жоғарыға өрмелеп, Изабельді қайтару бұйырылады. Олармен бірге Джек те, Родерик те өзінің жағымпаз құйыршығымен бірге жоғарыға шықпақ болады. Гвардия капитаны Элмонд пен оның томпақ бет досы ауылдық баланы үнемі мазақ етумен болады. Ең бастысы, ол ханшайымға көзін сүзбесе болды. Қарапайым шаруаға бәрібір ештеңе бұйырмайтыны анық қой. Түнде қатты жаңбыр жауады. Қызметшілер мен серілер сабақтан сырғанап кетіп, бір арқанға асылып қалады. Родерик өзінің қосшысына арқанды кесуді бұйырады. Ол да қуана-қуана кесіп жібереді. Жасақтың жартысы төмен қарай ұшады. Таңертең оянған Джек алыптардың тастан жасалған бастарымен өзінің үйшігін көреді. Үйі алып, жартастың шетінде ілініп тұр екен. Элмонд ханшайымның ізін тауып, өз тобын алға бастайды. Командир шылығына тығып жүрген азығымен бөліседі. Родерик пен оның жағымсыз қосшысы Джекті қыспаққа ала бастайды. Кеңесші бұл ауылбайдың қалған бұршақтарды тығып жүргенін сезіп қойып, бәрін тартып алады. Бірақ Джек бір бұршақты қалтасына салып үлгереді. Ал бұл кезде төменде, сабақтың түбінде нағыз шатырлы қалашық құрылып жатқан еді. Жерде сабақтан кездейсоқ құлап түскен 6 адамның денесі жатыр. Джек үңгірден өзінің кітапшасын тауып алады. Демек ханшайым осында тығылған. Ал сынған бұтақтарға қарасақ, оны бір алып сүйреп әкеткен сияқты. Топ 2-ге бөлінеді. Ақкөңіл Элмонд қойларды көріп қалып, соларды ұстап, сойып жеуді ұсынады. Бірақ адамдардың өздері жемтікке айналып шыға келеді.
Томпақ бет пен Джек алыптың құрдан қақпанына түсіп қалады. Олар құбыжық көріне берген сәтте ғана босанып үлгереді. Томпақ бет ағаштың артына тығылады, ал Джекке өкпесін ауаға толтырып, шалшық судың түбіне жата қалудан басқа амал қалмайды. Алып қозының басын тістеп жұлып алады да, ағаштың артынан қылтиып тұрған томпақ бетті байқап қалады. Гвардияшы қашпақ болғанмен, алып екі аттап оны басып қалады. Құбыжыққа Элмонд өзінің тіс тазалағыш қылышымен шабуыл жасайды. Алып оны да теуіп ұшырып, бір кісіден екі кісінің кәуабы жақсырақ деп, оны да көтеріп алады. Ал Родерик өз серіктерімен жартастың шетіне жетеді. Тақырбас оған кедергі келтірді. Қосшысы оны бауыздап тастамақ болған еді. Бірақ кеңесші серіні төмен қарай итере салады. Адамдар өлер алдында неге сонша қатты айқайлайды екен, ә? Родерик те жемтікке айналып кетуі мүмкін еді, бірақ ол тәжді шығарып үлгереді. Ал ол бірден жарқырай бастайды. Бұл кезде Джек алыптарының үңгірін тауып алады. Ол жерде ханшайымды торға қамап, тергеп жатыр екен. Бас алып басқа адамдардың қайда тығылып жатқанын білгісі келеді. Ол Эрик патшаның ұрпағын иісінен ақ танып қойды. Өйткені Фелон және оның сасық достары жүздеген жыл бұрынғы алғашқы шабуылға қатысқан болатын. Бұл жерге тұтқынға түскен гвардияшыларды да әкеледі. Томпақ беттің батырсынам деп басынан айырылады. Бастық оны шикілей жітіп қояды. Ал ханшайымның етінен ауылдың ішкішіне ұқсайтын Фелонның басты саяси қарсыласы ауыз тигісі келеді. Мұндай артықшылықтың соңы әдетте тұмсықтан жеумен аяқталатын. Алайда бүгіннен бастап барлық алыптарды басына сиқырлы тәж киген Родрик басқаратын болады. Ол бас алыпқа тізе бүгуді бұйырып, соның үстімен басып өтіп, сүйектен жасалған таққа жайғасады. Алыптардың көмегімен Родрик бүкіл патшалықты, кейін бүкіл әлемді жаулап алмақшы. Оның бастапқы жоспары да осы болатын. Элмондты ас үйге әкеледі. Жергілікті Гордон Рамзи аперитив ретінде өз сонтасынан бастайды. Сосын серіні қамырға орап, тура сондай тағдыр күтіп тұрған турайлардың жанына қояды. Оған Джек жүгіріп береді, бірақ қамырды кесіп үлгермейді. Аспаз дайындамаларды істікпен түйреп тастайды. Элмондтың жолы болды деуге болады. Істік оған тимей жанап өтеді, бірақ енді оны пеште тірідей пісіргелі жатыр. Алып қолтығын бір иіскеп қойып, назары көкөністерге ауады. Аспаз ханшайымды бауыздамақ болғанда, көмекке Джек келіп, адам жегіштің өзіне пышақ соғып алады. Ол сасқалақтап, пышақты байқаусызда өзіне сабына дейін кіргізіп жібереді. Осылайша Джек алыптарды өлтірушіге айналады. Бұл кезде төмендегі шатырлы қалашық кәдімгі жәрмеңкеге айналып кеткен еді. Патшаның көңіліне күліге алайды. Сабақты шабу керек пе жоқ па? Қызы үшін осынша тәуекелге бару тұра ма? Жоғарда Родрик тұқымдарының қашып кеткенін біліп, олардың соңынан қандайда бір себептермен тек бір ғана алыпты, ең жалбағайын жібереді. Бұл жыл қызметкері төмен түсер жолды күзету керек еді, бірақ бірден ұйықтап қалады. Джек дәу бал ұясын тауып алып, оны алыптың дулығасының ішіне лақтырып жібереді. Оянған жалбағай дулығасын әрең шешіп алады. Ол онсыз да жартастың шетінде тұр еді. Бір қаскөйері оны шағып алып, шымырауға құлатып жібереді. Енді үшеуі төмен түсе алады. Бірақ Элмонд оңбаған Родриктен кек алып, тәжді тартып алу үшін осында қалды ұйғарады. Төменде монахтар жан тәсілім етіп дұға оқып жатқанда, көктен оларға сыйлық түседі. Барлығын езіп бастаған үлкен алып. Патша қызына қарағанда мемлекет маңыздырақ деп шешіп, сабақты шабуға бұйрық береді. Изабель мұндай сатқындықтан бейхабар еді, сондықтан асықпай, жай барақат төмен түсіп келе жатады. Бірақ шын мәнінде, адамдар ханшайым отырған сабақта бар күшімен аралап жатқан болатын. Алыптар төмен түсетін жерге келесі күні таңертең ғана жетеді. Родрик зембілден тұрып, шымырауға қарауға жақындайды. Дәл сол жерде оны ассасин Элмонд күтіп тұреді. Ол сатқынға пышақпен тап беріп, екеуі бірге үңгірге құлап түседі. Алыптар мұна кішкентай баспалуштан бірден құтылғысы келіп, үңгірді таспен көме бастайды. Төбелес кезінде гвардия капитанының қартайған шенеуніктен әлсіздеу екені белгілі болады. Родрик оны өлтіріп қоя жаздайды. Абырой болғанда, бұлақ ішінде пышақ ағып бара жатыр екен. Элмонд жауына аузымен шабуыл жасайды. Бір секундтан кейін капитан екінші рет жеңіліп, шыңыраудың үстінде ілініп тұрады. Родрик оның саусақтарын кесе бастайды, бірақ Элмонд түсініксіз бір жолмен оңбағанды жайрат салады. Родрик соңғы күшін жинап, алыптарға дейін жорғалап барып, жан тәсілім етеді. Фелон тәжді алып, оны саусағына сақина етіп тағып алады. Енді бәрі оған сөзсіз бағынатын болады. Ханшайым жігітпен төменге түсіп бара жатқан, бірақ сабақ қылап, бір шама адамды жайратуға жетерліктей зақымдалған еді. Оның құлауы нағыз апатқа айналды. Элмонд соңғы вагонға секіріп үлгеріп, ол да төмен қарай ұшады. Джек құлап бара жатқан сабақтан Тарзан құсап, лианамен сырғанап түсіп, шөптің үстіне жұмсақ қонады. Сұмдық өсімдіктің ұшы дәл сарайдың түбіне құлайды. Патша қатты қайғырды, бірақ көпке емес. Ауылдың қарапайым жігіті оның қызын аман-есен әкеп берді. Өз еңбегі үшін ол бір кішкентай қапшық алтын алады. Осымен оның ханшайыммен жолы екі айырылады. Бірақ бұл әлі соңы емес еді. Басы кішкентай алып бұршақтар салынған қапшықты байқап қалады. Фелон оларды бірден бұлаққа лақтыра салады.
Алыптар арқан ретінде пайдаланатын 5 жаңа сабақ өсіп шығады. Шатырлы қалашықтан ең соңғы болып Джек кетпекші еді. Сондықтан кезекті шабуыл туралы бірінші болып сол біледі. Ақ боз атының дәл жанында жайылып жүргені қандай жақсы болды. Фермердің ұлы патшаға алыптардың десанты туралы ескертуге асығады. Алыптарды көп күтудің қажеті болмады. Олар шабандоздарды оңай қуып жетіп, көбінің көзін жояды. Сарайда қорғанысқа қызу дайындық жүріп жатады. Ең алдымен орға шайыр құйып, оны өртеп жібереді. Сарайға Джектен басқасының бәрі кіріп үлгереді. Оны ешкім күтпейтін анық. Сондықтан көпірді көтере бастайды. Жігітті тағы да ақ тұлпары құтқарып қалады. Ал садақ оғының астында қалған Фелон жанып жатқан шайырға құлап, су түбіне кетеді. Осы сәтте билік оппозицияның қолына өтеді. Бірақ екі басты алыптың тірі қалғаны және жерасты туннелдеріне қарай жүзіп кеткені белгілі болады. Қалған алыптар сарайды қоршауға кіріседі. Олар ілмектердің көмегімен көпірді қайта түсіруге тырысады. Ханшайым мен Джек маяққа жетіп, көршілерге қауіп туралы ескерту үшін құпия жолға қойып кетеді. Алыптардың әбден қарындары ашқан еді. Олар адамдарға тезірек жетіп, кісі етімен тамақтануға асық. Қобызықтар қорғанушыларға жанып жатқан ағаштарды лақтыра бастайды. Дәл осы сәтте туннелдер арқылы тақ залына ұсталған Фелон кіріп келеді. Тағы кішкене болса, алыптар бұзық ретінде көрінді. Бірақ іске пулеметтер араласып, көптеген алыпты қырып салады. Алайда алып олардың біреуін рогаткамен атып түсіреді. Екінші қаруды балға лақтырудан чемпион қиратады. Ханшайым алыптан фото аймақта тығылып қалады. Өкінішке орай, алып оның иісін сезіп қойған еді. Сондықтан байғұс адамдарға тағы да қашуға тура келеді. Фелон бәрібір қызды және оның батыр жігітін ұстап алады. Фелон Джекті жұтып қоймақ болғанда, жігіт оның тамағына ең соңғы бұршақты лақтырып үлгереді. Алыптың дәл ішінен сабақ өсіп шығып, оның денесін бөлшектеп тастайды. Бұл кезде адамдар шайқаста жеңіліп, алыптардың үлкен табандарының астында тапталуға дайын тұрған еді. Олег жүрек жалғап алудан үміттеніп аулаға кіреді. Бірақ оның назарын бұл жолы фермердің үйін емес, бүтін бір сарайды қиратқан тағы бір сабақ аударады. Келесі секундта барлық алыптар тізе бүгеді. Өйткені топ ішінен Джек шығып, тәжді рұқсатсыз басына киіп алған еді. Ол алыптарды өз үйлеріне қайтуға мәжбүрлейді. Ал патша қуанғаннан қызын қарапайым ауыл баласына күйеуге береді. Олардың отбасы өте заманауи болғандықтан, ұлы мен қызы бір төсекте ұйықтайтын. Жылдар өте келе Эрик патшаның тәжін қосымша әшекейлеп, қазір мұражайда оқушыларға көрсететін болған. Тәждің қасында Родри деген бір кішкентай қу бала тұрақтап қалады. Бұл баяғы сатқын Родриктің ұрпағы еді. Ол да алыптардың қатысуымен қандай да бір сұмдықты жоспарлап тұрған сияқты. Осы жерден фильмді аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы